Қай кезде болсын ел еркесі болған, ерлерге ешкімде тізесін батырып, тіліне тыйым сала алмаған. Халқымыз олармен ай сайын болмаса да, жыл сайын мәслихат кеңес құрып отыруды зор ғанибет, жан сергітер, рахат көрген. Сондықтан да ол кездегі шешен, әнші күйші, тапқыр да шебер өнер иелері ел жұртты аралап, саяхаттап, сайрандап жүрген. Солардың бірі осы Бұлғақ Тентек еді. Бұлғақ келесі жылы әлгі байдың ауылына тап болады. Сонау кезгі Бұлғақтың өкініші де ұмыт болып, ашу араздан аяқсы керек. Байда қаудырай қарсы алып, тентекті төредей күтіп, қойын сойып, қолын қусырып, қонақ етеді. Таңертең бай өз қорасының аман жаманын анықтау үшін ерте тұра келіп қараса, қойды қасқыр жарып кетіпті. Бұлғақ мұны сезсе де балқ етпей жата береді. Іштей қанша күйінді болса да байда сабыр сақтайды. Бұлғаққа деген құрмет сен өзгертпейді. Дастархан жасалып, түннен қалған ет қайта жылтылып, алға қойылып, үнсіз тамақ ішіп отырғанда бір шамада бай: «А, тентегім, сенен қашып құтылған қазақтың мақал мәтел, салт сана сөзі жоқ. Бәрінде өзің білесің. Құтты қонақ қонса, қой егіз табады. Құтсыз қонақ қонса, қойға қасқыр шабады» депті атамыз. Қасқыр 3 қойымды жарып кетіпті. Бұған не дейсің депті. Сонда Бұлғақ жұлып алғандай: «Әкең Шойқара өлген күні де мен үйіңде қонақ па едім?» деген екен. «Тас төбемнен ұрдың, сонау жылғы есеңді артығыңмен алдың». Бұлғақ деп өзін айлалы да ақылды санайтын бай шерге қарапты.